Бұл мен биылғы оқу жылын аяқтап, көптен күткен жаздық демалысқа шықтым. Жазда не істейді дейсіздер ғой, ауылға барамын. Ауылда менің ата-әжем мен достарым бар. Олар да мені сабақ біте саласымен күтіп жүрген шығар. Мен оларға тосын сый болсын деп ауылға баратынымды айтпадым. Ертең жолға асық. Міне, бүгін ертең де келіп жетті. Кеше жоқ бүгін, кеше ертең болған. Ал бүгін ертең үшін кеше. Ой, қалай еді? Жарайды, бастысы мен бүгін менің ауылға баратын күнім. Мен билетті ертерек сатып алып қойғанмын. Сол себепті еш уайымдамай вокзалға қарай шықтым. Мә! Әлде кішкене ойнап алсам бекен? Пойызға кешіп қалмайын ба? Бірақ билет менде ғой, кішкене ойнайын. Әйтпесе пойызда ашым пысады. Мәссаған, мен Алматыға бара жатыр едім ғой. Сағат неше болды? Кететін уақытта таяп қалыпты. Мен жүгірейін. Тоқта! Бұл Астана. Мен осы қалада тудым. Осында тұрамын. Басқа қалада тұратын адамдар ойлайтын шығар. Астанадағылар бәйтерекке күнде барады деп. Жоқ, олай емес. Тек осылай сыртынан қарап өтетініміз бар. Міне, сол жағалаудан оң жағалауға қарай өтіп барамыз. Вокзал оң жағалауда. Вокзалға әлі алыс, мен кішкене ұйықтап алайын. Көзді асып жұмғанша вокзалға да келіп қалды. Кез келген қалада теміржол вокзалына кіргенде сөмкені осылай металл тексергіштен өткізу керек. Ей, менің пойызым жоқ қой. Мына жерде мен кешіп қалған жоқпын ба? Отыра тұрайын. Мәссаған, мен ескі вокзалға келіп қойыппын ғой. Ал пойыз жаңа вокзалдан жүреді. Автобусқа отыра салып, жаңа вокзалға кеттім. Демек, мен үйден шыққанда басқа автобусқа отырып кеткенмін. Енді не істесем екен? Жолдан өтіп алайын, бағдаршамның жасыл түсі жансын. Жүгіреміз. Мынау ЛРТ-ның құрылысы болып жатқан жер. Міне, жаңа вокзалға да жеттім. Бұл Қазақстанның ең үлкен теміржол вокзалы. Нұрлы жол деп аталады. Мұнда да вокзалға кіргенде сөмкені тексеретін осындай лента бар. Бір жағына қоямыз, екінші жағынан күтіп аламыз. Бір қызығы, бұл вокзалда пойыз 3-ші қабатқа келіп тоқтайды. Ол үшін лифтпен 4-ші қабатқа баруымыз керек, немесе эскалатормен. Қалай жүретін еді?
жолға қараймыз. Пойызымның кестесін осы жерден көрсем болады. Менің пойызым көрінбейді. Мен кешіп қалған жоқпын. Мен кешіп қалған сияқтымын. Анықтамадан сұрап көрейін. Менің пойызым кетіп қалыпты. Мен де Алматыға жүретін келесі пойызға отырсам болады. Бірақ менде оған билет жоқ. Мен не істесем екен? Мен өз пойызымды Қарағанды қуып жетсем болады. Себебі Алматыға Қарағанды арқылы барады. Қарағандыға таксимен барып, ары қарай пойызға отырамын. Егер қуып жетсем. Міне таксиде келді. Алматы мен Астананың арасы 200 километр. Ал Қарағанды мен Астананың арасы 200 километр. 200 километр болу. Осындай жазық дала, Қарағанды әлемдегі көмірдің ең алға шыққан жері. Демек көмірдің отаны Қарағанды десек те болады. Қарағандыға таксимен 2,5-3 сағатта жетуге болады. Мен жетем дегенше Қарағанды түсіп кетті. Енді үлгерсем болғаны. Ей, тоқта! Қап, әттеген-ай. Көз алдымда кетіп қалды. Бөтен қалада түн уақытында жалғыз қалып қалғаным-ай. Не істесем екен? Қайтадан Астанаға кетіп қалсам екен? Әлде жоқ, мен Алматыға баруым керек. Достар, менің бұл приключениям әлі біткен жоқ. Келесі бөлімде не боларын өзім де білмеймін. Түн уақытында жалғыз қалып қалғаным-ай. Не істесем екен? Маған бір керемет идея келді. Келесі бөлімде кездескенше. Арнаға жазылып, коммент жазып, лайк басып кетуді ұмытпа.